Ең өкініштісі, өзінің мүгедектігін ресми мекемелерге тіркете алмай, шарасыз күйде жүргендерінің біразы біздің фракцияға арнайы келіп мәселелерін айтып, көмек сұрауда. Мұндай өңір тұрғындарын қатарында Семей полигонынан зардап шеккен Түркістан облысы Қазығұрт ауданының тумасы Сарыпбек Сапа есімді азамат. Оның мұрын қуысының полигон зардабынан зақым келгені ресми түрде дәлелденгенмен, түрлі себептермен 3-ші топ мүгедектік тізімінен шығарылған. Енді мүгедектігін қайта рәсімдей алмай, талай табалдырықты толтырып, ақыр сонау Түркістаннан бізге көмек сұрай келген. Ал Маңғыстау облысының тұрғынын жеткізген Жақсылықұлы туа бітті мүгедектігі ресми түрде дәлелденген, ақыл есі кем туысын 3-ші топтан 1-ші топқа ауыстыру мақсатында талай есті қаққанмен әрекеті нәтижесіз қалған. Ол ауылдан қалаға келіп, медициналық әлеуметтік сараптама талап еткен анықтамалар жинаудың өзін өте қиын екен айт. Себебі ақыл есінде кемшілік бар қарындасы тіпті қарапайым фотосуретке дұрыс түсе алмайды. Мұндай туа бітті кемістігі бар ауыл жандарға мүгедектік дәрежесін берілу керек деп санаймыз. Мен бізге келген азаматтардың барысында екі-ақ мысалды айттым. Ал Астанаға жетіп мәселесін айта алмай жүрген жандарының қатары тым көп екенін айтпаса да түсінікті. Бүгінгі таңда 3-ші топтағы мүгедектің жәрдемақысы 55.474 теңге. Жасыратын жоқ, кейбір азаматтарымыз осы мүгедектік бойынша берілетін жәрдемақыны алып, өлместің күнін көріп келеді. Өз кезегінде қазір инфляция 12.9% деңгейіне жетіп, әлеуметтік маңызы бар өнімдерге, дәрі-дәрмектерге бағаны күрт өсуі байқалуда. Сондықтан Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мүмкіндігі шектеулі жандардың жәрдемақысын кем дегенде ең төменгі жалақы 85.000 теңгеге көлеміне дейін көтеру қажет деп есептейді. Осы